Баршаңызға сәлем, оқырмандарым. Қарапайым ғана бауырдан тез жасалып, әрі өте дәмді болып шығатын сочный котлеттерді бірге дайындайтын боламыз. Тіпті ет жемейтін балаларыңызға жасап берсеңіздер де бірден жеп қоятынына, ұнайтынына сенімім мол. Видеода көргендеріңіздей өте сочный, жұмсақ, дәмді болып шығады. Бауырымызды турап дайындап алғаннан кейін, енді осы котлетімізге қосатын көкөністеріміздің барлығын турап аламыз. Мына жерде менде бір пияз, егер сіздер көбірек қылып жасайтын болсаңыз, көз мөлшерімен 2 пияз қоссаңыздар болады. Және ірі бір картоп, және бір морковты осылай ет тартқыштан өтетіндей етіп, ыңғайлы етіп барлығын турап алдым. Құрметті оқырмандарым, осы видеоның таралуына көмектесіп, WhatsApp желілерінде, басқа да әлеуметтік желілерде достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді барлығын ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін бауырмен қосып араластырамыз, және бауыр тұзды жақсы көретін болғаннан кейін оған 1 ас қасық тұз саламыз. Егер де бауырыңыз одан көп болса, онда 1,5 қасық салсаңыз болады. Ащы болып кетпесін, және дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін үстіне 3 ас қасық ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Әйтпесе ұнымыз әр жерінде арасында араласпай қалып қою мүмкін. Одан кейін үстіне 1 стакандай сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және 1 жұмыртқа салып, барлығын жақсылап тұрып, тағы да араластырамыз. Табамыздың астын қыздырып, аздап қана май құямыз, қатты көп құймаймыз, және сол майымызды әбден қыздырып барып массамызды құйып, котлетті пісіретін боламыз. 1 немесе 1,5 ас қасықтан құйып пісіретін боламыз. Және отыңыздың астын орташа ғана қойып қоясыз. Себебі қатты болса, бірден котлеттеріңіз күйіп кетуі мүмкін. Аздап қана, міне осылай абайлап отырып, аударып. Құрметті оқырмандарым, алда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңыраушаның үстінен басып қойды ұмытпаңыздар. Және видеом ұнаса, лайк басып, келесте қандай тағы рецепттер сүрейін, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер. Котлеттеріміз аз ғана уақытта өте керемет дәмді болып пісіп шықты. Астына қағаз майлықты қойып, майларын сіңдіріп алдым. Және балаларыңызға кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Дәл осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.